Кайырлы күн кыздар. Уәде еткендей, Наполеон тортунан калган белоктан меренговый рулет жасаймыз. Алдымен белокка кант және де лимонная кислотаны косып, жақсылап араластырамыз. Ескеретін жайт, белокты ыдысымызға құймай жатып, ыдысымызды құрғатып алғанымыз жөн. Дайын болған меренгамызды қызып тұрған пеште 170 градуста қызарғанша, яғни сарғайғанша ғана ұстаймыз. Кремге заварной крем алсаңыздар да болады. Мен творожный сыр, сливки және де сахарный пудрамен жасадым. Рулеттің ішіне өзіңіз қалаған жеміс жидекті, вареньені, джемді салсаңыз болады.